Барлықтарыңызға сәлем алейкум. Бүгінгі тақырыбымыз екі кәсіра тәнуин ин дыбысымен оқылады. Яғни әріптің астында мынау белгі келсе, ол әріп ин деген дыбыспен оқылады. Бисмиллах, бастайық. Хасадин, хасадин, ахадин, ахадин, әжәлин, әжәлин, ләхәбин, ләхәбин, әжірин, 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 яумин, яумин, ройбин, ройбин, бәйтин, бәйтин, нурин, нурин, джуин, джуин, хурин, хурин, кулубин, кулубин, динин, динин, әлимин, әлимин, шәдидин, шәдидин, бәширин, бәширин, нәрин, нәрин, хәдин, хәдин, ғәдин, ғәдин, нәсин, нәсин, ғилмин, ғилмин, мәсәдин, мәсәдин, сойибин, صيب ميت ميت جنات جنات ظلمات ظلمات ثمرات ثمرات سورات суратин, суратин. Бұл жерде созылатын бірінші син әрпіндегі су, сосын болды суратин. Осымен сабақ аяқталды. Барлықтарыңызға сәлем алейкум.